Жалпы менде андай всегда мысал ретінде айтамын да. а, Япония, Қытайдағы балалар неге сондай активный, ақылды болады? Себебі олар теңіздің жағасында тұрады, біріншіден. Күнде ол йодты өзіне күнделікті сіңіреді, иә. Екіншіден, теңіз өнімдерін өте көп қолданады ғой олар. Балдырлар, күнде рационында ол балдыр, күнде рационында ол балық, күнде рационында морепродуктылар, иә. Яғни олар омега-3, йод көп мөлшерде қолданады оны. Ал біз бұл жерде айта алмаймыз. Балықты айына бір рет жесең рахмет дейсің. Бұндай табиғи балдыр бізде магазиндерде жоқ шығар ондай. Себебі ол балдырларды бізде басқа жақтан алып келеді. Ол шын ба, өтірік па, оны ешкім білмейді. Сондықтан жалпы йод біздің мемлекет үшін, бұл бала үшін, баланың интеллектуальды дамуы үшін, менің ойымша йод және омега-3 бұл ең алдыңғы қатарда тұратын қажет витаминдердің бірі. Әсіресе омега-3 балада айтамыз 1 жасқа дейін активті түрде ми өседі дейміз ғой. Ол ми өскен кезде, яғни нерв жасушалары талшықтардың сыртын миелин қабаты қаптау керек та. Ол миелин қабаты қаптау үшін бізде омега-3 жеткілікті болу керек. Миелин қабат арқылы импульс өте жаңағы тез өтеді, иә, ешқандай да бір жаңағы замкание дейміз, ондай болмайды да. Омега-3 жеткілікті балалар, олар да ақылды сондай болады. Ал миелин қабаты бізде жеткілікті өзі қалыпты дамымаса, жаңағы балаларда замыкание болады. Міндетті түрде байқалады. Сол себепті, иә, омега-3 қажет. Немесе андай кештенулер болады ғой, балалар, аналар ойлайды, баланың ойы айтуынан тез жүреді, сондықтан ол арасында былай тоқтап сөйлейді, кештену сияқты бар болады. Вот сондай балаларға жиі омега-3 кеңес беремін ішуге, себебі сигнал дұрыс бармайды, тоқтап қалады, иә. Сол себепті, егер баланың психикалық ешқандай ауытқулар болмаса, иә, тек осындай кекештенулер бар болса сөйлеген кезде, онда омега-3 йод менің ойымша ең дұрыс нәрсе сияқты. Сіздің ойыңызша балаға қажетті топ 5 витамин қандай? Топ 5 витамин ең бірінші жаңа D3, D3 міндетті түрде мен жаңа кеңес беремін, тула сағаннан бастап D3 беріңіз деп. Профилактикалық дозада D3 витамин беріңіз. Екінші жаңа йод. Оны да тула сағаннан бастап профилактикалық дозада міндетті түрде беріңіз деймін. Себебі D3 гормон деген витамин, бұл прогормон. Яғни гормон түрінде әсер ететін витамин ғой. Ол жай ғана витамин деп қана былай қарай салуға болмайды. Оны өзінің қажетті мөлшерінде ішу керек. Кейде адамдар, ересек адамдар 10 мың, 20 мың үлкен дозаларда ішіп жатады. Ол гормон ретінде әсер еткендіктен, ол ағзада жинақталады. Негізі жинақталады, ол артық мөлшерде керісінше бүйректе кальцинациялар, сондайларға алып келеді. Енді өзі қалыпты жеткілікті мөлшерде ішсе, ол баланың иммунитетіне, жаңағы дамуына, сүйегінің өсуіне жақсы әсерін көрсетеді. Бірақ өзім бір байқағаным, менде мынандай бір жағдай болды, өзімнің балам, ұлымда, екінші ұлымда D3-ді өте жақсы дозада бердім, негізі профилактикалық емес, кәдімгі емдік дозада бердім, емдік дозада бердім. Баламды тексергенде 89-90 сондай болды D3. Мен ойладым, ой, қандай күшті деген секілді. Себебі бізде интегративтінде жаңағы 75-тен жоғары болу керек. D3 жаңағы витаминнің нәтижесі анализде тапсырған кезде 75 пен жаңағы 100-150-дің арасы болуы өте тамаша деп аламыз. Классикада негізі 30-дан басталады, 30 деген ол негізі төмен. 30 бізге нормально сияқты. Төмен негізі, иә. Сөйтіп тапсырдым, жаңа 89 болды. Кейін бір айдан кейін балам ауырды, ойырымен жазылдық. Тағы да кішкене уақытта кейін тағы да бір вирусты жұқтырдық, энтеровирус па білмеймін, жұқтырдық, сонымен тағы жазылдық. Жарты жыл өтті аралықта. Тексерсем, D3-ді беріп жүрген, жоқ, D3-ді тоқтап қойғам ол кезде. Нормально, керемет, мөлшерде жақсы деп. Тексерсем 23. Яғни айтқым келгені, вирусты инфекциялар, кез келген бактериялық инфекциялар бізде D3 витаминін қатты жақсы көреді. Жеп қояды, кетіп қалады. D3 витамин бәрі иммунитетке кетеді ғой, иммунитеттің жұмысына. Яғни D3 витамин бізде қатты жаңағы шығындалатын витаминдердің бірі. Сол себепті міндетті түрде жаңағы өзінің деңгейіне жеткіздіңіз ба, болды, тастап кетпей, профилактикалық дозада тоқтатпай ішіп тұрған дұрыс. Бірақ емдік дозаны қою керек. Емдік дозаны, иә, өзінің жаңағы оптимум дейміз ғой, оптимумына жеткізген кезде, жаңағы цифр қалыпты өзінің нәтижесіне жеткізген кезде,
жаңағы лечебный дозаны тоқтатамыз да профилактикалық дозаға көшеміз. Бірақ тастамай ішеміз да. Тастап қойсақ, жаңағыдай кішкене ауырып қаласың, бүйтіп қаласың, шаршап қаласың, D3 витамині сол жаққа қарай кетіп қалады. Сосын йод жаңа айтып кеттік, қалқаша без дедік, антисептик ағзаға міндетті түрде қажетті. Оны да айтамын, туласағаннан бастап ішіңіздер, себебі бізде эндемиялық аймақта тұрамыз. Жаңағы тұзбен де, нанмен де қанша жесек, ол йод бізде өзінің керекті мөлшерін алмаймыз. Керекті мөлшерін ала алмаймыз. Сол себепті қосымша ішеміз. Кейбір жаңа классикалық дәрігерлер бар, йод деген ойбай ол зиян, ағзада ол накапливается, жаңа жинақталады, токсин ретінде әсер етеді дейді. Бірақ енді практикада қарасақ бәрімізде дефицит қой, жеткіліксіз. Одан кейін біз және оны біз лечебный дозада бермейміз ғой, емдік дозасына бермейміз, тек қана профилактикалық дозада береміз. Ол профилактикалық дозасы ол ондай керемет те бір зиян әсерін көрсетеді. Гипервитаминоз болмайды. Болмайды, иә. Сосын келесі бір үшінші ол магний. Міндетті түрде магний, себебі қазіргі балаларда, ересектерде де магний өте жеткіліксіз. Магний 200-ден астам биохимиялық процеске қатысады. Жаңа митохондриядағы энергия түзілу үшін де магний қажет бізге. Кальцийдің жаңағы сүйек тініне қосылып, сол жақта сіңу үшін де магний қажет. Көбінесе ата-аналар балам өссін дейді, кальций бере береді ғой, ол дұрыс емес. Магний төмен болады да, балада ол кальций ешқандай да сіңбейді. Керісінше балада жаңағы кальцинациялары болуы мүмкін. Осы магний қажетті мөлшерде болса ағзада, ол жаңағы кальцийді да керекті жерге апарады, D3 витаминді де керекті жерге апарады. Және баланың жаңағы салмақты, дұрыс, ұйқысының жақсы болуы магнийға байланысты. Көбінесе дұрыс ұйықтай алмайтын балаларда магний жетіспейді. Жаңағы нейровоспаление кезінде де біз көбінесе магнийді береміз, және миын кішкене бәсеңдету үшін, тыныштандыру үшін, жүйке жүйесін былайша айтқанда тыныштандыру үшін міндетті түрде магний қажет. Және мен білуімше, магний препараттардан передозировка болмайды. Передозировка болмайды, себебі бізде андай ғой, қоршаған ортада стресстік жағдайларға алып келетін заттар көп қой. Мысалы, үлкен адамның өзінде кішкене бір затқа ашуланып қалдым, бітті, магний кетті сол жаққа қарай. Ал балаларда ол енді стресс жоқ қой деп ата-ана ойлауы мүмкін, бірақ баладағы стресс ол тәтті. Біз 1 грамм қант жесек, ол 1 грамм магнийді өзімен бірге алып кетеді. Сол себепті енді күніне мысалы қанша грамм қант жеп отыр бала, қанша грамм қант жеп отыр, сонша грамм магнийдің бәрі сол қантпен кетіп жатыр. Себебі магнийдің бір қызметі ол тек қана тыныштандырушы, ұйқыға әсер етуші ғана емес, ол қандағы қант деңгейін түсіруші. Яғни глюкоза деңгейін реттейтін микроэлемент болып табылады. Сол себепті қанша қант жейміз, сонша магнийіміз кетіп қалды, болды. Кейде ата-аналар айтады да, андай балаларға береміз, әсер етпейді, әсер төмен. Дозасын сұрасаң, өте аз дозада. Өте аз дозада. Ол магнийді көп дозада беруден қорықпау керек, себебі ол ағзада жиналмайды. Күнделікті қанша магний ішесің, сонша магний ағзадан шығып кетеді. Керек мөлшерін өзіне алады, артығын шығарып тастайды. Магний мен гипервитаминозды мен әлі вообще көрген емеспін. Керісінше бәрі магнийдің дефицит жеткіліксіз. 4-ші витамин қандай? 4-ші витамин омега-3. Жаңағыдай баланың әсіресе 1 жас пен 3 жас аралығында балаға міндетті түрде қажет. Тіпті 5-6 болады, кез келген уақытта жаңағы сабақ оқитын мектеп жасындағы балаларға да міндетті түрде жаңағы омега-3 қажет. Себебі олар миымен көп жұмыс жасайды ғой, миы өседі, көп жұмыс жасайды, сол үшін омега-3 өте қажет. Ол тек қана мидың жұмысын ғана емес, сонымен қатар ол әрбір жасушаның сыртындағы мембрана дейміз ғой, соның қалыптасуына қатысады. Омега-3 иммунитетті де реттейді балада. Сол себепте омега-3 міндетті түрде ішу керек. Ал 5-ші витамин? 5-ші витамин енді витамин С деп айтқым келеді. Иммунитеттің витамині и антиоксидант. Және антиоксидант дегеніміз жаңағы баланың ағзасында туындап отқан не дейміз ғой, оксидативті стресс дедік қой, бағана окислительный стресс дедік, қышқылдану стрессін басатын антиоксидант болып табылады. Және де иммунитетті белсендіретін, сонымен қатарына өт қышқылының түзілуіне қатысатын,
витамин болып табылады. Сол себепте міндетті түрде витамин С. Бала ауырған кезде үлкен дозировкадағы витамин С беру дұрыс па? Витамин С енді ол формасына да байланысты. Қазір витамин Сның формасы көп. Именно балаға жақсы әсер ететін липосомальный деген түрлері жақсы әсер етеді. Және берген дұрыс балаға. Енді себебі витамин Сның бәрі сол жаңағы иммунитеттің белсенуіне кетеді. Және де витамин С ол ағзада тоже жинақталмайды. Иә. Ол да өзінің қажетті мөлшерде әсер етеді, ағзадан шығып кетеді. Мұнда бағана айтқандай тәтті туралы, иә. Бізде балалардың көбісі, ата-аналар енді мен де бәрін түсінуге болады. Ата-аналар қазір көбісі жұмыс істейді. Мен де екеуіміз жолдасымызбен жұмыс істейміз. Балаларымызды жиі атасы мен әжесіне береміз. Осы кезде балаларды омыраудан шығарып, бірден ата әжесіне апарып тастайды. Яғни ата әжесі әрине жылап отқан балаға не істейді? Тәтті шай береді. Тәтті ботқа береді, манная каша, тәтті конфеттер береді, тәтті пирогтар береді. Яғни ол жаман оймен емес қой, әрине ата әжесінің олай істеуі. Бала жыламасын, стресс болмасын деп балаға сұраған нәрсесін береді. Сол себепті осы таңда қазіргі кезде қазіргі балалардың психотипіне байланысты, жалпы конституциясына байланысты, қазіргі таңда балаларды ата әжесіне кішкентай кезінен бастап беру бұл дұрыс па? Егер енді жаңағыдай қажет болса, әрине, бірақ бұл жағдайда ең бірінші ата әжесімен сөйлесу керек, дұрыс түсіндіру керек. Жаңағы ол кісілерде де білім жоқ қой, негізі адам ол білместіктен істейді көп затты. Егер білсе, ол істемейді. Жаңағы егер ата-анасы да өзі ақпаратты бар, жаңағы білетін, былайша айтқанда көзі ашық болса, оны жаңағы ата әжесіне түсіндірсе, осылай отырып түсіндіріп, тәтті беруге болмайды, осының зияны осындай деп бәрін тізіп көрсетсе, ол ата әжесі оны бермейді. Себебі ол кісілерде өзінің немересінің денсаулығының жақсы болғанын қалайды ғой, жақсы болып өскенін қалайды. Сол себепті ол кісілерде оны бермейді. Тек қана бұл жерде білместіктен ғана осындай қателіктер кетіп жатады. Ол көбінесе ата-ананың өзі де білмейді оны. Оны норма деп санайды. Бізде жедік қой бұл кашаны, бізде өстік. Бізде атамыз, әжеміз солай тәрбиелеген бізге. Тәтті шай, нан мен май. Ештеңе болған жоқ. Бізде өстік қой. Бізде өстік, бәрі жақсы деген сияқты. Бірақ біздің ағзамен қазіргі балалардың ағзасын салыстыруға мүлде болмайды. Қазіргі балалар мүлде бөлек балалар. Керісінше ойлаймын, жаңағы біз өзіміз ағзамызды дұрыс қарамағандықтан қазір сондай балалар дүниеге алып келіп отырмыз да. Салдары сондай болып тұр. Енді ол баланың ағзасын дұрыс қарамасақ, олардан қандай ұрпақ қалады деген үлкен сұрақ тұр да. Қазіргі балалардың өзінде жаңа жолда тыңдап келе жатсам, бір жаңалықты тыңдап қалдым да, Қазақстанда дейді 5 жастағы аутизммен ауыратын балалар саны 3 есе асып кетті дейді. Енді бұл деген білмеймін, бір қоғамның несі ғой, дерті. Ол 5 жастағы балалар келесі жыл мектепке бару керек, оқу керек, даму керек, білім алу керек. Енді ол тілі шықпай жатса, түсінігі жоқ болса, ол қалай мектепке барады, ол қалай өседі. Ол балалардың саны 3 есе артып кетті ма, ол болашақта біздің қоғам қандай болады, мемлекетімізде не болады деген. Ол ондай балалардан ұрпақ та азаяды ғой, яғни ондай балалардан сау ұрпақ болуы, болмауы да екі талай. Себебі өзінің мынау ойлау қабілеті, жүйке жүйесі, өзінің дені саулығы дұрыс емес. Адам өзі өскен кезде ол қалай бала тәрбиелейді, бала болған күннің өзінде, немесе оның баласы қандай болады деген секілді. Қазіргі таңда аутизмді бұл вакцинаның себебі деп қарайды жиі ата-аналар. Бірақ та шын мәнінде біздің өзіміздің денсаулығымыз, біздің ата-аналарымыз, яғни бұл әр поколенияның, яғни әр туған ұрпақ жылдан жылға бір-біріне берген бір-бірінен ақпаратты өзінен жұлып жарты-жартыдан кішкентай бөлшектен қалдырып отыр да. Яғни біздің балаларымыздан туатын ұрпақ аман сау болу үшін біз қазірден бастап өзіміздің денсаулығымызға дұрыстап қарау керекпіз. Яғни өзіміздің тамақтануымыз, яғни біз қалай өзімізге қараймыз,
бала дәл сондай тағамдар сатып алатын болады. Яғни мен мысалы кішкентай кезімде менің таңым басталатын ботқадан, жиі мама жеміс жидектер өте көп жейтінбіз, жасылдар, андай петрушка, укроп, кинза, яғни оның бәрі біздің столда күнделікті тұратын. Және бұл мен үшін норма. Яғни мен бұны күнделікті салатқа да, былай да, салатсыз да жей беремін. Яғни мен не көрдім, дәл соны мен қазіргі үлкен кезімде соны жасаймын және соны жеймін. Дәл солай менің балаларым да істейді. Яғни себебі мысалы ол бала өзі тамақ жасай алмайды, оның ақшасы жоқ, магазинге барып бірдеңкені ала алмайды. Бұл жақта ата-аналардың да өзінің кінәсі ғой. Мысалға балаға не бересің, ол соны жейді. Біреулер айтады, ой, ол ет жемейді, мен сол үшін жаңағы ботқа каша беремін, ол жаңағы көкөністерді жемейді, мен сол үшін оған жаңағы нені пицца беремін деген сияқты да, қарны ашып. Бірақ кез келген бала қарны ашса, ол жейді. Не бересің, соны жейді. Сосын менің балам тек тәтті сусындар ішеді, су іше алмайды деген кезде бірінші сұрақ туындайды, тәтті сусынды кім берді? Ата-ананың өзі берді, және ата-ананың өзі енді баланы кінәлайды. Ол су ішпейді, ол сок ішеді. Яғни ең бірінші қателік ең басында болды. Балаға ең басында дұрыс емес ұсынылды, дұрыс емес тағамдар ұсынылды. Сол себепті бала да әрине тек соны жеп үйренген, сол оған комфортны, яғни сол оған үйреншікті жағдай. Сол себепті егер баламыздың дені сау болсын десек, біздің балалардан туған ұрпақ дені сау болсын десек, онда әрине ең бірінші ол өзіміздің рационымыз, ол өзіміздің психоэмоционалды жағдайымыз, әр нәрсеге осознанно қарау. Яғни шын мәнінде жүктілікке дұрыстап бару, жүктілікті жоспарлау, туылған кезде балаға бұл бала ғой деген әшейін зат ретінде қарамай, бала өсіп кетеді ғой деген сияқты қарамай, кәдімгідей оған жаңа өсіп келе жатқан гүл сияқты қарау керек қой. Біз қалай гүлге удобрение құясыздар, оған бұған күн ана жерге көлеңке керек екен деген сияқты көп условия жасаймыз да, бірақ балаға ондай қатты мән бермейміз да, оның өсуіне, оның дамуына. Сол себепті балалардың өсуі, дамуы, олардың ересек болған кездегі иммундық жүйесі таза дені сау ұрпақ алып келуі, ол тікелей қазірден бастап әркім өзі жауапты болу керек сол нәрсе үшін, ойымша. Бүгінгі подкастқа көп рахмет. Өте қызықты ақпарат алдым, шын мәнінде. Егер біздің тыңдаушыларға өзіңіздің айтатын тілектеріңіз болса? Тілегім ең бірінші жаңа айтып кеттіңіз, жүктілікке қалай болса солай қарамаңыздар. Ең бастысы үйлендім, болды, бала туу керек деген емес. Бұл жақта тек қана әйел адам ғана емес, ер адам да жүктілікке міндетті түрде дайындалу керек. Әйел адам кемінде негізі ең жақсысы 1 жыл, егер оған көп десе кемінде 6 ай. Еркек адам кемінде 3 ай. Ол себебі бала ол аспаннан түсе салмайды ғой, ол өзінің ата-анасынан алған жасушалардан түзілетін сондай жаңа өмірді сондай сапалы болу үшін біз өзімізден бастап ағзамызды сапалы қылсақ, біз өмірге келетін баланың да ағзасына сапалы қыла аламыз. Және көбірек ақпарат білсек екен деймін. Қазір енді дамыған заман ғой, интернет, инстаграм деген секілді көбірек денсаулыққа байланысты білім алса екен. Себебі қазіргі ата-аналар баласының денсаулығын дәрігерге ысырып қояды. Сіз дәрігерсіз, сіз емдеп беріңіз. Бірақ өзіңнің жаңағы еміңді жазып берсең, оның ешқайсысын орындамайды. Және дәрігерді кінәлайды. Сіз көп зат жазып бердіңіз, немесе сіздің жазып берген затыңыз дұрыс емес деген секілді. Мүлдем әсер көрмедім деген сияқты. Әсер көрмедік деген секілді. Сол себепті ең бірінші ата-ана өзіне жауапкершілік алған дұрыс. Өзіне жауапкершілік алып, тек қана дәрігер ғана ғой демей, өзі баласына жаны ашып, өзі білім алып, сол салада кішкене болсын. Мен айтпаймын, дәрігер болып кетсін деп айтпаймын бәріне. Бірақ осындай базовый, жаңағы базалық, дұрыс тамақтану, дұрыс ұйқы, баламен қалай дұрыс жаңағы қарым-қатынас орнату керек деген секілді осындай бір базалық дүниені білсе, оның өзі баланың денсаулығын кәдімгідей бір пайдасын тигізеді. Негізі дәрігер ол тек аналардың көмекшісі. Балаларды өсіретін, тәрбиелейтін, жеткізетін ол әрине ата-ана, және оны ұмытпау керек. Жиі шын мәнінде бәрін мұғалімге және дәрігерге ысырып тастайды. Ал біз жай
сіздің қасыңызда болатын көмекшілеріміз. Иә, Сол себепті біздің ұрпақ дені сау болсын десек, әрине ең бастысы ол тамақтану, жоспарлау, дұрыстап баланы дүниеге бала алып келген соң оған мұқият жақсы қарау. Осымен бүгінгі подкаст бізде бітті. Келесі подкастта кездескенше.